Что-то шөлдеп тұрмын ше, походу бір тиелеп тұрған горилла ішіп аламын ау. Как раз мұздай болып тұр екен. Ей, түсінбедім, мына не үшін төгіліп жатыр? Ей, қалай сонда? Ал барлықтарыңызға дәл осы жағдай таныс деп ойлаймын. Шөлдеп тұрып бір супермаркетке немесе магазинге кіретін кезде қарапайым бәрімізге керек қара су ең пайдалы сусындардың бірін таңдаудың орнына энергетик газировка немесе тәтті неше түрлі сусындардың түрлері өте көп. Соны таңдап кететін болсақ, бұл видео сіздерге арналады, яғни маған да. Соңғы осы біраз уақыт бойы мысалға магазинге шөлдеп кіресің, қарапайым таза су алудың орнына сондай вообще керек емес напитоктар аламыз. Соңғы бір ай, 2 айдың ішінде мен осыны түсіндім. Өз-өзімді бақылап қарап отырсам, су ішудің орнына жаман керек емес, вообще өміріме қажет емес, тәтті бір сусындар ішесің. Нәпсіңді басу керек. Бір тәтті ішіп ше. Таңдап тұрасың ғой, мен су ішейін ба, тәтті ішейін ба, бір тәттіні таңдап кетесің да. Бұл видеода бәлкім бір супер-пупер судың пайдасы туралы айтпаймын, но бұл нәрсені ішпей, керісінше суға қалай өту керектігін өз тәжірибеммен бөліскім келіп тұр. Уже қазір соңғы 1 ай болып қалды, 1,5 ай, может 2 ай болып қалды. Тұрақты түрде тек су ішемін. Тұрақты түрде кәдімгідей су ішіп, соны осознанно түсініп, что напитоктар емес, энергетик емес, мысалы просто су ішу керек. Қарапайым қара су тәп-тәтті. Су біріншіден мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы біздің организмімізге қанша литр немесе қанша мөлшерде су қажет. Енді Google нелерді зерттеп қарадым. Среднестатистикалық мөлшер 2-3 литр дейді. Келсем, оған ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ менің өзімнің тәжірибемде ішіп жатқан литр нормасы мынандай судың 1,5 литрін ішемін. Просто сол таза судың. Сосын біз тамақ ішеміз, сорпа ішеміз, немесе көкөністер жейміз, басқа да бір жейсің. Оның құрамында да какой-то сулар болады. Сонда грубо бір күн ішінде 1,5-2 литр норма орындап жатырмыз. Бірақ бұның өзі де аз деп ойлаймын. Сол 2 литр, 3 литр ішу керек. Бірақ бұл жерде өте маңызды нәрсе. Ғалымдардың, эксперттердің айтуы бойынша қинап қатты бір ішудің керегі жоқ дейді бір эксперттер. Біреулер айтады, жоқ, керісінше іше беру керек дейді. Шөліп тұрмасаң да тұрып бір отырғаннан 1 литр ішіп қойып, 3-4 литр іше беру керек дейді. Әркімнің ойы әртүрлі, бірақ менің ойым керісінше қай кезде шөліп тұрасың, сол кезде су ішу керек болды. Мысалы мен шөліп тұрмын ба, мен просто аламын да су ішемін, шөлімді қандырам болды. Солай қарап отырсаң, бір күннің ішінде 1,5-2 литр ішіп тастайды екенсің. Осы тұжырымға мен келсем өз ойым. Сосын мынандай да сұрақ туындауы мүмкін. Жалпы біздің организмімізге су мөлшері жеткіліксіз болып жатыр ма, әлде жеткілікті болып жатыр ма? Осыны қалай білеміз дейтін сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сұрақтың жауабы ғалымдар, эксперттердің айтуы бойынша кіші дәретке шыққан кезде кіші дәреттің түсі қандай болды. Осы вопрос. Егер де қатты сап-сары болып тұрса, значит организміңізге су жетіспейді. Ал қатты сарғыштау емес, такой ақшылдау болып келіп жатса, в принципе нормально. Ол туралы да Google'дан просто кіші дәретке шыққан кезде цветін көріп, Google'ға ChatGPT-ға жазып көрсеңіздер болады, қызыға. Осылай біздің ағзамызға су мөлшері жеткілікті ма, жеткіліксіз ба, соны бақылап көріңіздер міндетті түрде. Сосын тағы да бір күшті привычкалардың бірі, енді бұл видеода мақсаттардың бірі сіздерге бір кішігірім болса өз тәжірибемнен пайдалы болу. Енді мен мынау суды қалай көп ішіп кеттім бұл жерде, бірақ привычка, бірақ әдет, который осыны өміріме енгіздім мен. Осындай баклажкеге сабаққа шығып баратсам, жұмыстармен кетіп баратсам, просто көшеге жүруге шығып кетсем, осындай 1 литр толтырып аламын. Просто толтырып аламын, өзіме ыңғайлы. Баклажка алып аласың, осыны ұстап жүресің. Ұстап жүргеннен кейін не істейсің сен бұны? Сен бұны ішіп қоясың, короче. Күшті да. И қатты көп привычка машинада кетіп баратам. И в основном машинамен көп жүреміз. Сол кезде шөлдеу сезімі келіп қалады. Сол кезде қасыңда тұрады, аласың, ішесің, қоясың. Сәлінге тағы кетіп барасың, аласың, ішесің, қоясың. Өте бір керемет. Любой баратын жеріме осыны обязательно ұстап беремін. Өйткені бір күндік норманы орындап ұстау керек, судың нормасын. Тіпті қазір де шөлдеп отырмын. Қазір де бір ішіп алғым келіп тұр суды. Бисмилланы айтып ұмытып кеттім ше. Қате болып қалды ғой, басынан. Бисмилла. Керемет. Жалпы судың қадірін шөлдеп бір спортпен айналысып, не қылып болғаннан кейін түсінесің ше, негізі су как будто тәтті болып кетеді ол кезде. Сондықтан суды ішіп жейік. Жалпы просто логически ойланып қарайтын болсақ, су біздің организміміздің өзі 90-80% судан тұрса,
әрине бізге су өте қатты керек, чтобы денемізге керек емес токсиндерді шығарып тастау үшін, барлық организміміз дұрыс жұмыс жасау үшін. Тіпті тағы да бір исследование емес, пример келтіріп бергім келіп тұр. Осы жақында апам айтып қалды, қазір жастар көбісі напиток ішеді, энергетик ішеді, газировка ішеді, и уже асқазанында тұздар жиналып қалған дейді. Негізі бұл дұрыс емес дейді да. Жастайынан уже асқазандарда тұз жиналып қалған. Бұл мүлдем дұрыс емес. Сол үшін энергетик ештеңе ішпейік. Қазірден бастап денсаулығымызға қарайтын болсақ, мен сенімдімін, барлығымыз ұзақ өмір жасап, жалпы жасымыз үлкейген сайын энергиямыз азайдың орнына керісінше сол бір қалыпты ұстап қалып, немесе мықты болып жүруге қазірден бастап әрекет ету керек деп ойлаймын. Әрбір көріп отқан жастар болсын, менімен жасты болсын. Солай. Жалпы видео пайдалы болса, енді білмеймін қалай шықты бұл видео. Кішігірім өзімнің ойларыммен, тәжірибеммен бөлістім.